Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Кезекті біздің тақырыбымыз кәмелетке толмағандардың түзелу нәтижелерін бағалау. Кәмелетке толмағандардың түзелу нәтижелерін бағалаудың мақсаты мен маңызы неде? Яғни түзелу нәтижелерін бағалау бұл жасөспірімнің тұлғалық қасиеттеріндегі, құндылықтар жүйесіндегі және әлеуметтік мінез-құлқындағы жағымды өзгерістерді анықтау процесі болып саналады. Оның басты мақсаты жасалған тәрбие жұмысының қаншалықты тиімді болғанын білу және алдағы оңалту жоспарын түзеу үшін қажет. Жалпы нәтижені анықтау әдістері. Бағалау объективті болу үшін келесі әдістер жиынтығы пайдаланылады. Бірінші, педагогикалық бақылау, яғни күнделікті іс-әрекетін, реакцияларын және тапсырмаларды орындау жауапкершіліктерін қадағалау. Келесі, социометриялық зерттеу. Мұнда жасөспірімнің құрдастары арасындағы статусын анықтаймыз және де оның оқшауланудан шығу деңгейін анықтау қажет. Келесі, тұлғалық портфолиосы. Яғни жасөспірімнің жетістіктері, мақтау қағаздары, жасаған жобалары мен шығармашылық жұмыстарының жиынтығы. Келесі, психологиялық тестілеу. Яғни Люшер, Айзен тестілері немесе басқа да көптеген тұлғалық зерттеулерге арналған тесттерді қолдануға болады және аяқталмаған сөйлемдер әдістемесі арқылы ішкі психологиялық динамикасын тексеру маңызды. Келесі, түзелу деңгейлерінің классификациясы. Яғни бағалау қорытындысы бойынша жасөспірімді мынандай топтарға жіктеуге болады. Бірінші, тұрақты түзелу деңгейі. Яғни бұл кезеңде моральдық құндылықтары толық өзгерген, әлеуметтік ортаға бейімделген тұлғаны айта аламыз. Яғни өзін, қателіктерін мойындап, алдағы уақытта тұрақты түзелу жолына түскен жас немесе жасөспірімді айтамыз. Одан кейін тұрақсыз түзелу деңгейі. Мұнда тәртіп сақтайды, бірақ қиын жағдайларда ескі әдеттеріне қайта оралу қаупі бар. Яғни педагогикалық қолдауды қажет етеді. Әлде болса түзелу деңгейінің тұрақсыздығы байқалатын жаңа кезеңді айтсақ болады. Келесі үшінші, түзелуге қарсылық танытушылар немесе формальды түзелу жолына түскендер. Яғни өздерін тәрбие шараларына селсоқ қарайды, құқық бұзушылыққа бейімділігі сақталған, сырт көзге түзелген сияқты көрініс танытқанмен, іштей түзелу жолына әлі де болса бет бұрмаған жастар мен жасөспірімдерді айта аламыз. Келесі, цифрлық мониторинг және инновациялық тәсілдер. Қазіргі таңда түзелу нәтижелерін бағалауда цифрлық технологиялар маңызды рөл атқарады. Біріншісі, смарт мониторинг, яғни арнайы бағдарламалар арқылы баланың сабаққа қатысуы, үйірмелердегі белсенділігі мен психологиялық тест нәтижелерін бірыңғай базаға жинақтау. Ал одан кейін дағдыларды бағалау, яғни soft skills. Дағдыларды бағалау оқушының тек білімін емес, оның топқа жұмыс істеуін, мәселені шешу қабілетінің цифрлық геймификациясын ойындар арқылы тексеру. Келесі, сіздерге осы жаңағы теориялық білімдердің қорыту мақсатында сол білімдерді пайдаланып бір тәжірибелік сұрақты шешуге шақырамын. Бұл жердегі біздің тәжірибелік сұрағымыз, мысалға, түзелу нәтижесін бағалау кезінде жасөспірімнің өз-өзін бағалауы, яғни рефлексиясы қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Бұл субъективтілік деңгейін арттыра ма? Яғни түзелу нәтижесінде жасөспірімнің өзін өзі бағалауы, яғни өзін жаңағы айтқан түзелу деңгейінің қай деңгейіне қою мүмкін? Өзін толықтай түзелу жолына түскен, немесе әлі де түзелу тұрақсыздығы, немесе формальды түзелу жолында екенін өз-өзіне баға беруін айтамыз. Және де бұл субъективтілікті арттыра ма, немесе керісінше ма деген сияқты сіздерге бір тәжірибелік сұрақ ойланып, ой қорытып көрсеңіздер болады. Бізде келесі қорытындыға келетін болсақ, яғни түзелу нәтижелерін бағалау бұл жасөспірімге
үкім кесу емес, яғни оның тұлғалық өсуіне керісінше жағдай жасау құралы болып саналады. Нәтижелер қаншалықты нақты болса, әлеуметтік-педагогикалық коррекция соғұрлым тиімді жүзеге асырылады. Енді сіздерге осы тақырып бойынша бірнеше талқылау сұрақтарын бергім келеді. Бұл жердегі талқылау сұрақтарына: түзелуді бағалауда ең маңызды көрсеткіш ретінде нені айтар едіңіз? Заң бұзбауды ма, әлде ішкі психологиялық жайлылықты ма? Цифрлық мониторинг баланың жеке құпиялылығына нұқсан келтірмей ме? деген осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер бүгінгі тақырыпты толыққанды ары қарай өздеріңіз өрбітіп, тақырып бойынша ізденістеріңізді жетілдіруге болады, немесе сол білімдеріңіз арқылы осы сұраққа жауап берсеңіздер болады. Рахмет, сау болыңыздар.